Мына қараңызшы, өзіңіз жалпы Нұрсұлтан Әбішұлымен жақсы араласқаныңызды білеміз. Оның алдында Қонаев атамызбен де араластыңыз, Назарбаев әулетімен де, Болат Назарбаев досыңыз болды, жақсы араластыңыз. Қаңтар оқиғасынан кейін Нұрсұлтан Әбішұлының жалпы қалын білдіңіз ба? Қалай екен ол кісі? Жоқ, мен енді ол кісімен араласпағаныма көп болып кетті. Где-то ең соңғы рет мен ол кісімен 17-ші жылы бір кездестім. Бір жаңа жылда бірге болдық. Ол кісі енді сондай кездесіп қалса жаңағы қоймайды, үйіне алып кетеді, үйіне барып сол болып сондай еді. Ол кісі енді өте сондай компанейский адам. Олай қазақилығы, мына адамдармен араласу, жаңағыдай бір әңгімесін айтып, жақсы да. Мен енді мысалы үшін жеке өз басым ол кісіге жаңағы нем көңілім таза. Бірақ енді мынау саясатпен өмірдегі болып атқан дүниелермен салыстырған кезде әттеген-ай деген көп те өрді. Бар. Ол анау айтады ғой, хороший человек это не профессия деп. Ол кісі енді жақсы лидер, ол кісі жақсы саясаткер. Бірақ мынау біздің республикамыздың ішінде өзімізге керек дүниелерге мән бермей кетті ма, или бұл бір екінші планда қалып кеткен сияқты да. Ол кісі анау үлкен биік жақтармен айланысып кетіп, біздің өзіміздің мемлекетке көңіл бөлмеген сияқты менде сондай не. Қоңыз теріп кеттік қой 30 жылдың ішінде. Иә, сондықтан да жаңағы ол енді бүкіл дүние жүзі ол кісіні танып, сыйлап, құрметтеген жақсы. Бірақ біздің өзіміздің тұратын жеріміз бар ғой, өзіміздің халқымыз бар, әл-ауқаттық жағдайымыз бар. Баяғыдан қалыптасып қалған мысалы үшін ата-бабадан келе жатқан біздің мынау ауыл шаруашылығы, мысалы үшін соның дамуы мысалға, хотя бар нәрсені сақтап қалып, соны ары қарай іліп әкететін дүниелерге сол кісі ол кезде көңіл бөлмеді. Ол кісі бірден Америка болғысы келді. Бірден капитализм мемлекетке ауысып кетеміз деп, бірден жақсы болып кетеміз деп. Баяғыдан Қажыгелдиннің бір қателігі болды ғой. Бізге қазақтарға мал бағудың керегі жоқ. Бізде нефт те жетеді, газ да жетеді. Біз ертең араб мемлекетіндегілер сияқты өмір сүреміз. Айландырған 8-9 миллион қазақ етті де бәрін сатып аламыз деді. Біздің құрған жеріміз сөрдім кетті. Мысалы үшін да. Мысалға мен осы мынау Димаш Ақмешевпен де көп араластым. Ол кезде мен енді жаспын ғой. Бұл кісі шақырып алатын. Үйіне бір қонақтар келсе, обязательно мен шақыртып алады. Соған келіп, жаңағы ауға дейіп бар, сосын тағы енді көп ақсақалдар танымаймын. Сол кісілермен жаңағы дастархандарында отырғызып қояды, әңгімелесіп, сонымен бір күні бір осы Нұрсұлтан Әбіш туралы біраз әңгіме болды да, сосын Димаш Ақмешев айтты. Жарайды, енді бала елдің тізгінін қолына алды ғой, жолы болсын, елін адам қызмет етсін, ал жігіттер ақ қояйық деп, өзі дәу кісі еді ғой. Қолы мен осы екі қолымда еді. Сонда рюмканы бүйтіп ұстағанда наперстник болады ғой, инене, сол сияқты көрінеді қолында. Сол жаңағы қазақстансы коньяк ішетін, соны кішкентай неғып қойып, ал алып жіберейік деді. Сәл тұрып қалды да айтты, бірақ деді, осы менің тырнақтап жиған малымды шашып жібереді-ау деді. Мен ол мал дегенге мен ойлап пен жалпылама айтқан шығар. Жүрсем ол кісі действительно малды айтқан екен. Біз енді мысалға Қазақстан негізі аграрный мемлекет қой. Мысалы егер Қазақстанда қазір нефт, газдың бәрін консервировать жауып тастаса да, Қазақстанның халқы өлмейді. Бидайымыз бар, малымыз бар, деміз бар, о үшін әйтеуір жейтін тамағымызды тауып, бала шағаны асырайтындай біздің Қазақстанда жағдай бар. Мысалы үшін мына Иран, Кувейт, Ирак, араб мемлекеттерімен салыстырғанда біз енді аграр мемлекетке жатамыз. Сол кезде қойдың басы 50 миллионға жетіп қалған кез еді. Содан біз алдық та неше жыл, мысалы біздің әкелеріміздің бір кірпіштеп, тырнақтап жиған дүниелерін колхоз совхоздың бәрін бір күнде жоқ қылдық қой. Неше жылдап жинап, енді бір мініп бітейін деп тұр дегенде келіп біреуге мысалы трактормен соғып кеткен сияқты да, мысалы оны қанша адамға мысалы өте үлкен соққы болды. Одан кейін көп адамдар жаңағыдай
ауру болдыдан кейін жаңағы қанша жыл енді көзінің алдында өзінің баласы сияқты өсірген нәрселерді. Жердің бәрін өзінің бауырлары емденіп алды. Иә, содан кейін барып анау не дейді, анау шұқанның тұмсығында бір жақсы сөз бар ғой, бір істегеннің аузында, ұшқанның тұмсығында деймін. Ұстағанның қолында. Иә, сондай болды. Қолынан келгендер, танысы бар нелердің бәрі алып алды, сонымен жердің бәрі бекерге жатты. Егер оған қарап атқан ешкім жоқ. Анау не бір финансировать ететін, ауыл шаруашылығына жеңіл берілетін, кредит беретін жаңағы институттарды ашып тастаған. Ол жердің өзінде де ол бергенмен әйтеуір бәрі өтірік. 2%-пен алып келіп Америкадан өз халқына 25%-бен үлестірді, оны ешкім жоққа шығармайды. Демек, Нұрсұлтан Әбішұлының бар қателігі сіздің ойыңызша ауыл шаруашылығын бытышын шығарды. Ауыл шаруашылығын енді. Мен осы күнге дейін айтамын. Мысалға өзің қара, біздің осы Қазақстанға келетін біздің желімізге, біздің ыстығымызға, жеріміздің барлық жағынан ыңғайланған адаптированный шетелден келген малдар бар. Ол мысалы үшін баяғы Герефордтар оны жаңағы қазақтың ақбасы қылып шығарды. Керемет ол. Герефордтан еті тәтті тұрмаса, одан кем емес. Барлық параметрінен, экстерьерінде сақтап қалған, еттің сапалық жағынан да, барлық жағынан. Содан кейін барып, мысалы үшін мынау неде Әулиекөл ауданында, Қостанайда Маскүлев деген совхоз болған. Сол жерде мынау француздың шаралесін алып келіп, жаңағы біздің Ақбастың базасында жаңа порода шығарған, Әулиекөлский деген. Оған енді кейін анау плоттар үлкен болып, сиырлар туамай, кесіріп сечение жасап алғаннан кейін оған Аберден ангусты қосып, содан кейін барып 62-ші жылы бастап 92-ші жылы Балташ ағамыз министр болып тұрған кезде сол кезде ол породаны бекіткен. Ол міне уникальный породалар. Олар осы біздің Қазақстанда туылып, өсерді жасалған дүниелер. Ал енді біз қолымыздағы барымыздың бәрін бытшын шығардық та, сөйттік те $7,000 теңіздің ары жағынан мал тасыдық. Ал енді сіз есіңізді алдында 10 малыңыз тұрса, бала шағаға енді киіміне керек, басқасына керек, сіз жақсысын сатпайсыз ғой. Соның ішіндегі анау, ала-құлажын шөті бір 2 жыл болды, шөті қашпай жүр. Болмаса ана біреуінің 4 емшегінің біреуі сүт бермей қапты, мастит болған ба, сол екеуін сатып құртыңдар. Тура сондай мал келді бізге. Оның бәрі өлді. Бізде бәрі сол показательден құрдық қой біз. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Бізде анау мәше шығарып жатырмыз дейді, ол жоқ ол мәшелер, ол Өзбекстандан шығады. Міне күні кеше дрон шығарып жатырмыз дейді. Оның бәрі Турциядан келіп жатыр. Қашан өз-өзімізді алдаймыз дейміз да. Неге осындай досқа күлкі дұшпанға таба болып кетті? Енді мысалы үшін біздің жаңағы құрғанымыз айтып отырмын ғой, мынау балық басынан шіриді дегендей, сол о баста сол 30 жылдың ішінде соның бәрін біз бір қалыпқа, бір жүйеге келтіре алмадық та. Өз беті мысалы үшін бір огородқа су алып келіп, мысалға бір басынан өз 3-4 күн жатса өз су ішеді ғой деп жібересің, ол су өзіне ыңғайлы жерлер тауып алады, ағайып жата береді. Міне жақта қалғандары қурайды ертең. Сондықтан да сушы неге жауап береді? Ол сол судың әрбір өсіп жатқан дақылға баруына сушы жауап береді. Соны ерінбей арығын салып, судың нормасын алып келіп салса, бүкіл баудың бәрі су жереді. Сол сияқты, о баста сушы дұрыс болмады ғой бізде. Дұрыс айтасыз. Әркім өзіне керегін алып, содан кейін жаңағыдай өтірікпен айланыстық, показательный, анау үлкен кісіні алып барады. Оны мысалы үшін енді 1 рет апардың, 2 рет алдадың. Біз өзіміздің экономикамызды, бүкіл жаңағы елімізді, халқымызды соны алдап атқан адамдар ойлау керек еді. Уже соны қалыптаса бастады. Содан кейін тексеретін жерлер ертең бар, тексеріп келсе, оларға да өзің білесіңдер ғой, мұны жарайды. Ол тексеретін адамның өзі коррупционер болып тұрғаннан кейін оны ары қарай одан не сұрайсың мысалы үшін да? Сөйтті де бұл балық басынан шірейді деп, сол шірей бастады. Содан кейін ол бір үлкен бір өзінің жаңағы несіне жетіп алғаннан кейін оны тоқтату қиын болып кетті. Мысалы үшін таудан ағып атқан селге қарсы жүзе алмайсың ғой. Өте дұрыс айтасыз. Ол сөйтті де оны тоқтата алмай қалды. Ал енді қазір жаңа Қазақстан деп жатырмыз, тағы бірдеңе деп жатырмыз. Бұның өзі де ол қашан болады? Оның өзіне де бір келу үшін әлі талай уақыт керек ау деп ойлаймын. Енді егер аға сізге бірдеңе айтайын, жаңа Қазақстан деген енді ұран ғой бұл. Жаңа Қазақстан рас болса, онда
Даниал Ахметов нағып отыр. Шығыс Қазақстан азып тозып кетті, өзіңіз білесіз. Соңғы рет қашан болғаныңызды білмеймін, барсаңыз өкінішке орай жылайсыз. Лениннің ескерткіштері әлі тұр, Семейдің несінде, бағанағы саябағында. Не айтуға болады? Сондықтан баяғы жүйеде әбден өзінің бағанағы жолын салған азаматтар қазір пенсияға кетпей, жаңа Қазақстанның болады дегенге мен өз басым сенбейді екенмін. Бізді құртып атқан залоговый политика, саясат. Бұл залоговый саясат құрмай, ауыл шаруашылығы еш дамымайды. Залогы бар, сол баяғы алып жүргендер ала береді, ал жаңағы орташа нағыз жұмыс істеймін дегендер бейшаралар аламайды. Менің ана екі сиыр деген миниатюрам бар. Сол жерде мен айтатыным бар, мен 100 миллион сұрап бардым, сөйтем 70 миллионға 70% залог обеспечение сұрат деймін да. Анау өзің сияқты ұлан ойнайды, журналисті көріп пен, көрмедің бе? Мен білем ал. Иә. Сонда айтатын жерім, мен 70 миллиондық залогым болса, мен олардан ақша сұраймын ба? Мен действительно жұмыс істегім келеді, о ауылдан келіп бір шаруашылықты көтеру үшін қызмет жасайын десем, өкімет бүйтіп жатыр. Ең болмаса наоборот болса, 30% залог обеспечение болса, Пәтер сұрайды ғой олар, байқұстар. содан кейін қаладан сұрайды, өйткені ертең бірдеңе болса сатылу оңай болсын деп. Жалпы олар өкімет барлық рискті шаруаның мойнына алып қойған.